Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге цицибилидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттарымыз: чеснок, көкөністер, сәбіз, болгарский, помидор қажет болады. Мен бұлардың барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап алдым. Кейін 4 бас пияз керек болады. Қазанымызды газге қойып, пиязымызды қуыра бастаймыз. Қып-қызыл болғанға дейін қуырып алатын боламыз. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай және тез дайын болады. Пиязымызды қуырып жатырмын. Қып-қызыл болғанға дейін осылай қуырып алдым. Енді қалған заттарының барлығын қосып, жақсылап араластырып, қайнататын боламыз. Чесногымызды, болгарскийімізді салып аламыз. Сәбізімізді де салып аламыз. Барлығын салып, араластыратын боламыз. Помидорымызды да құйып алатын боламыз. Помидорымды да құйып алдым. Жақсылап араластырып жібереміз. Достар, менің арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта сіздермен әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Егер пікірлеріңіз болса, астында комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Цицибиліміз осылай бір қайнап шыққан кезінде бетіне көкөністерімізді салатын боламыз. Дәмдеуіштерімізді де салып аламыз. Қара бұрыш, өзіңіздің қалауыңыз бойынша салатын боласыз. Лабыр жапырағын, паприка салдым. Осылардың барлығын енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, мен Instagram парақшамды да қалдырып кеттім. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер де болады. Ол жақта қысқа видеоларым бар. Немесе YouTube-қа кіріп, Сандуғаш Шембаева деп жазсаңыздар, сол жерден менің каналым шығады. О жақтан да әртүрлі рецепттерді көрсеңіздер болады. Әртүрлі банкалардың жабылу жолымен және де тамақтардың рецептлерімен бөлісіп кеткен болатынмын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер де болады. Осылай цицибиліміздің барлығын жақсылап араластырып аламыз да 1 сағатқа қайнатуға қойып қоямыз. Цицибиліміз қайнап жатыр. Бетін жауып қайнатып қоямыз. Цицибиліміз қайнап жатқан кезде уже банкаларымызды жуып, тазалап, олардың барлығын партия етіп алатын боламыз. Менің цицибилім дайын болып қалды. Енді банкаға құйып, жабылу жолымен де бөлісіп кететін боламын. Банкамызға құйып алдық, жақсылап араластырып. Қақпағында ыстық суға салып қоюды ұмытпаңыздар, достар. Банкамызды осылай жауып алатын боламыз. Қақпағын жауып алғаннан кейін банкамыздың аузын көретін боламыз. Ауа кіріп тұрған жоқ па, жақсы жабылды ма, тексеріп алатын боламыз. Осылай банкаларымызды жауып аламыз барлығын.
өте дәмді және тез дайын болатын цицилиймен достар жасап көрсеңіздер болады. Екінші банкамды да жауып көрсетіп жатырмын. Банканы жауып болғаннан кейін теріс крышка жағымен теріс қаратып қойып, үстін жауып қойсаң. Үстін жауып суығанға дейін мен солай қойып қоятын боламын. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Менімен бірге болыңыздар, сау болыңыздар.